Балам, ол тастар жай тас емес. Ол қой тас. Бұрын бұл өңірде қатты жел мен тасқын болыпты. Таудың басындағы мұздықтар ағып, гүрілдеп тасып, үлкен тас жарып жіберген. Сол кезде таудың жүрегінен бөлініп шыққан осы тастар жазыққа қарай сырғып келіп, осылай жайылып қалыпты. Сонда оларды ешкім қоймаған ба? Жоқ, балам, табиғаттың өзі қойған. Адам қолмен қойса, бұлай әдемі жатпас еді. Қарашы, әр тастың өз пішіні бар. Кейбірі қозыдай, кейбірі қошқардай. Ендеше олар жай тас емес қой. Ата, Дұрыс айтасың, балам. Бұл табиғаттың тілі, тарихтың ізі. Егер біз оны сақтасақ, келер ұрпақ та осы аңызды естіп, ата бабасының жерін қадірлейтін. Атасы мен немересі тойтасқа қарап үнсіз қалды. Ал бала алғаш рет туған жерінің тарихының тереңдігін сезінді.